Сәлеметсіңдер ме, 2 сынып оқушылары? Бүгін әдебиеттік оқудан 6 сабақты орындайтын боламыз. Менімен бірге орындаңдар. 6 сабақ. Өзім туралы айтайын. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқисың, ондағы қажетті ақпараттарды табасың. Бірінші тапсырма. Үлгіге қарап өзің туралы айт. Үлгі: мен мейірімдімін, өйткені менің жүрегім кең. Мен өнерлімін, өйткені мен ән айта аламын. Мен шыншылмын, өйткені мен шындықты айтқанды жақсы көремін. Осылай өздерің туралы айтыңдар, жарай ма балалар? Тек бәріңдікі бірдей болмау керек. Әр бала өзінің қасиетін жазу керек. Келесі бізде берілген Қадыр Мырза Әли деген ақын және жазушы атамыз. Ол балаларға арнап өлеңдер жазған. Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Жаңғалақтар, Ноян қоян, Кішкене қожанасырлар және тағы да басқа шығармалары бар. Көптеген өлеңдерді қазақ тіліне аударыпты. Келесі 2 тапсырма: өлеңді түсініп оқып және жаттап ал. Өлеңнің аты не үшін? 2 көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. 2 қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Жүрек деген не үшін керек? Жауларымнан қыңбау үшін. Тіл мен жағың не үшін керек? Ақиқатты айту үшін. Ал аяғың? Шетте жүрсем туған жерге қайту үшін деп Қадыр Мырза Әли атамыз жазған екен. Бұл жердегі балалар жауларымнан қыңбау үшін деген сөз берілген. Қыңбау деген қорықпау деген мағынаны білдіреді екен. Жарайсыңдар. 3 тапсырма: кестедегі сұрақтарға жауап бер. Сұрақ: бұл сұрақтар балалар біз оқыған өлеңнен алынған екен. 2 көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. 2 қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Жүрек не үшін керек? Жауларымнан қыңбау үшін. Тіл мен жағың не үшін керек? Ақиқатты айту үшін. Аяқтарың не үшін керек? Шетте жүрсем туған жерге қайту үшін. Көрдіңдер ме балалар, бізге бірінші сұрағын берген, одан кейінгі ақынның жауабын сұрап тұр. Біз барлығына дұрыс жауап бердік. Келесі 4 тапсырма: айнаға қарап өзіңді сипатта. Үлгі: менің шашымның түсі қара, көзім мөлдір дейді. Ал сендер өздеріңдікін жазыңдар. Менің көзімнің түсі қоңыр, ал шашымның түсі қара, көзім мөлдір, бет пішінім дөңгелек және шашым ұзын. Балалар, осыған сүйене отырып, өздерің жайлы жазып өтіңдер. Жарайсыңдар балалар. Бүгінге сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңдар.